Аэронавигация, әуежайлар және байланыс саласындағы көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, егер ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік баланста есепке алынған, оған қатысты мәміле жасалатын мүліктің баланстық құны, ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік балансқа сәйкес, оның активтерінің баланстық құнының 0,105%-нен асатын болса, табиғи монополия субъектісінің мүлкімен мәмілелер жасауға келісім беру қызметін алу үшін egov.kz порталының басты бетінде бизнеске қойындысына өтіп, лицензиялау және аккредиттеу бөлімін таңдаңыз. Әрі қарай рұқсат ететін құжаттар бетіне өтіңіз. Содан кейін қызметтердің ішінен бізге қажет қызметті таңдаңыз. Және онлайн сұрау қойындысын басыңыз. Содан кейін автоматты түрде электрондық лицензиялау порталы ашылады. Сізге осы порталда заңды тұлға ретінде тіркелген болу қажет. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы кіру батырмасын басып, өзіңізге ыңғайлы авторизация әдісін таңдаңыз. Біз egov.kz порталы арқылы заңды тұлғаның ІЦқ кілтін пайдалана отырып кіреміз. Кіргеннен кейін табиғи монополиялар бөліміне өтіп, бізге қажет қызметті таңдаңыз. Содан кейін қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Пайда болған терезеде лицензиярды таңдап, барлық қажетті деректерді толтыруға кірісіңіз. Толтырып болған соң, одан әрі батырмасын басыңыз. Келесі бетте сіз келісім беру туралы өтінімді толтыруыңыз қажет. Толтырғаннан кейін одан әрі батырмасын басыңыз. Бұл бетте қосу батырмасын басып, иеліктен шығарылатын объектілер бөлінісінде иеліктен шығарылатын мүліктің атауын, типін, түрін, түгендеу номерін, бастапқы қалдық құнын көрсете отырып, табиғи монополия субъектісінің басшысы қол қойған ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік баланстан үзінді растаудың электрондық көшірмесі құжатын тіркеңіз. Содан кейін одан әрі батырмасын басыңыз. Келесі қадам өтінішке электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қою. Өтінішке QR-код немесе ІЦқ көмегімен қол қойыңыз. Қол қойылғаннан кейін, сіз берілген өтініштің мәртебесін жеке кабинетте, өтініштер мен алынған қызметтердің тарихы бөлімінде бақылай аласыз. Бұл қызметті көрсету мерзімі 10 жұмыс күні.